Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Марат Абдулов. Мен химия өнеркәсібі бағыты бойынша банкирмін. Бүгін сіздерді жобаңызды қаржыландыруға қажетті әрекеттер алгоритмімен таныстырамын. Мен осы кезеңде қандай құжат қажет болатындығын, жобаңыздың банктың қарауы үшін қандай талаптарға сәйкес болу керектігін, қаржыландыру процесі қандай кезеңдерді қамтитынын және өтініш беру кезінде қандай қателіктер жібермеу керектігін айтамын. Бұл ақпарат қаржыландыруға барынша дайындалуға және жобаңызды сәтті мақұлдау мүмкіндігін айтарлықтай арттыруға көмектеседі. Банкте клиенттің жеке кабинеті жүйесі бар. Қаржыландыруға өтінім беру үшін kdb.kz ресми сайтындағы жеке кабинетті пайдаланыңыз. Өтінім барлық кезеңдерінде құжаттарды жүйеге жүктеп, оларға электронды цифрлы қолтаңбамен қол қою қажет. Бұл сіздің деректеріңіздің қауіпсіздігі мен құпиялығын қамтамасыз етеді. Өтінім беру үшін сізге тек ноутбук пен электронды қолтаңба қажет. Осылайша барлық құжаттарды өзіңіздің жұмыс орныңыздан жіберуге болады. Бизнес ұсыныс деп аталатын алғашқы кезеңге өтінім беру үшін өтінім беруші келесі құжаттарды дайындау қажет. Біздің веб-сайтта қолжетімді А041 нысаны бойынша толтырылған өтінім, салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша қарыздың бар жоғы туралы салық комитетінен алынған анықтама, құжаттарды тапсыруға дейін 30 күннен кешіктірмей банктерден алынған анықтамалар. Олардың ішінде соңғы 12 айдағы есеп айырысу шоттары бойынша орташа айлық айналымдар, барлық шоттардағы қалдықтар, несие берешегінің мөлшері немесе оның жоқтығы, номер 2 картотекадағы жазбалардың бар жоғы, банктың несие есебін алуына өтінім берушінің келісімі. Бұл құжаттар тізімі барлық инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларға бірдей талап етіледі. Мәліметтердің дәлдігі мен шынайылығы үшін өтінім берушінің өзі жауапты. Құжаттардың негізгі пакеті осындай, бірақ банк бизнес ұсыныс кезеңінде қосымша материалдарды талап етуі мүмкін. Инвестициялық жобалар үшін алғашқы кезең 5 жұмыс күнін алады, ал экспорттық операциялар қарастыру 3 жұмыс күніне дейін созылады. Сондай-ақ ақпаратты жария етпеу келісіміне қол қоюға 1-ден 3 жұмыс күніне дейін жұмсалады. Банк келесі негіздер бойынша өтінім қараудан бас тартуы мүмкін. Өтінім беруші немесе жоба банктың кредиттік саясат туралы меморандумына сәйкес келмесе, жалған ақпарат ұсынылса, өтінім берушінің кредиттер немесе бюджет төлемдері бойынша 90 күннен асқан қарызы болса, экономикалық қауіпсіздікке қатысты мәселелер анықталса, өтінім беруші банкроттық немесе ликвидация жағдайында болса, ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыру бойынша сындарлы тәуекелдер болса, өтінім берушінің соңғы 3 жылда 180 күннен астам мерзімі өткен берешегі болса. Егер өтінім беруші резидент болмаса, және оның қазақстандық электрондық қолтаңбасы жоқ болса, ол өтінімді тікелей банктың кеңсесі арқылы тапсыра алады. Құжаттар пакеті Қазақстан Республикасы резиденттеріне қойылатын талаптармен бірдей. Экспорттық операцияларды қарастыру барысында резидент емес өтінім беруші бизнес ұсыныс кезеңінде мақұлдау алса, оның жобасы қосымша индикативтік талдау кезеңінен өтуі қажет. Инвестициялық жобалар үшін ең төменгі несие сомасы 7 миллиард теңге, ал азық-түлік өндірісі үшін 3 миллиард теңге. Экспорттық операциялар үшін ең төменгі сома 1 миллиард теңге. Бизнес ұсыныс кезеңінде мақұлданған қаржыландыру шешімі 3 ай бойы күшіне ие. Егер бұл мерзім өтіп кетсе, өтінім беруші ақпаратты жаңартып, қайтадан осы кезеңнен өтуі керек. Құрметті көрермендер, қосымша сұрақтарыңыз туындаған жағдайда банктың ресми сайтында көрсетілген байланыс нөмірлері арқылы біздің банкирлермен хабарласыңыздар. Келесі кезең туралы толық ақпаратты келесі шығарылымда хабарлаймыз. Біздің жаңалықтар легінен қалыс қалмаңыздар.